Маңдай тер. Хамит атасымен әңгімелескенді ұнатады. Балабек қария көп жыл бойы сушы болған. Қазір құрметті демалыста. Сонда да үйде отырғанын көрмейсің. Хамитті ертіп, үй жанындағы бақ ішіне жем сегіп жүргені ешқашан шаршамайды. Ата, маңдай тер деген не деп сұрады бірде Хамит. Атасы ойға шомды. Көзім бір нүктеге қадады. Әжімдері тереңдеді. Сонан соң Хамитті жетектеп, өзі көшет алып жүрген тоғайға келді. Қолына күрек ұстатты. Қане, 2-3 рет қазып ал. Өзі шеткерек барып, ағаш көлеңкесіне жайғасты. Хамит пора-пора боп терледі. Үйге келген соң да атасы жақ ашпады. Жылдар өтіп жатты, көшеттер үлкен ағашқа айналды. Алма мен жүзім мол жеміс салды. Қоңыр күзде атасы Хамитті ертіп бақ ішіне келді. Қып-қызыл алманың біреуін үзіп, қолына ұстатты. Сондай дәмді. Маңдай тер деген осы Хамитжан. Өзіңнің маңдай теріңнің жемісі. Хамит атасын құшақтай алды.